Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен үгітілмелі балдай дәмді самсаның рецептісімен бөлісемін. Бірінші, бөлме температурасында тұрған айранға тұзымызды салып араластырып аламыз. Ұнға қопсытқышты салып, сары майды үкіштен өткізіп аламыз. Енді қолымыздың көмегімен ұн мен сары майды бір-біріне біріктіреміз. Айранымызды қосып, қамыр елейміз. Дайын болған қамырымызды пищевой пленкаға қойып, осылай төрт бұрышты қамыр етіп аламыз. Қамырдың жан жағын рет-ретімен жауып, тоңазытқышқа 20 минутқа қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша салмасын дайындаймыз. Қызып тұрған майға пиязымыз салып қуырып, оның үстіне томатымызды салып қуырамыз да, туралған 40 қабатты салып тағы да біраз қуырып аламыз. Қуырып жатқан салмамыздың үстіне укроп, тұз, бұрыш, өз қалауларыңызға дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Енді бетіне азырақ су құйып, біраз бұқтырып қоямыз. Енді демалған қамырымызды алып, оны бөліктерге бөлеміз. Әр бөлшекке бөліп алған қамырымыз шамамен 40-50 граммдай шығады. Мен шамамен 50 граммдай қылып істеймін, сонда барлық самса бірдей болады. Қамырларымыздың әрқайсысын домалақтап, зуала жасап аламыз. Енді оқтауымыздың көмегімен қамырымызды жаямыз. Шанышқының көмегімен із қалатындай етіп, қамырдың бетін басып шығамыз. Енді шанышқының әр басылған жерін пышақтың көмегімен кесіп бөліп шығамыз. Сосын әрқайсының басын біріктіріп, ұштарын қосамыз. Енді салмасын салып, видеодағыдай жалғастырасыздар. Егер видеом пайдалы болып жатса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеле кетіңіз. Тағы бір рет көрсетіп өтейін, шанышқының көмегімен басып, із қалдырамыз. Пышақтың көмегімен кесіп бөліп аламыз. Сосын ұштарын бір-біріне біріктіреміз. Шанышқының ізі қалған шетін астына қаратып, аударып аламыз да, салмамызды салып, видеодағыдай жалғастырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай сәнді, гүлдіз, әдемі болып шығады. Енді жұмыртқаның сары-уызын жағып алып, пешке пісіруге жібереміз. Самсаның көрінісі қандай болса, дәмі де сондай дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер. Жасап жатсаңыздар ас болсын, келесі видеода кездескенше.